Қарағанды аумағында көмірдің өздігінен жануының 8 фактісі тіркелді. Төтенше жағдайлар басқармасы мамандары осына оқиғаларға байланысты халықты ақпараттандыру бойынша бірқатар алдын алу іс-шараларын жүргізуде. Белгілі болғандай, көптеген тұрғындар қатты отынның өздігінен жануына бейхабар. Жыл сайын жылыту маусымына қамдану мақсатында жер үй тұрғындары көмір сатып алады. Бірақ тас көмірдің елеулі кемшілігі өздігінен жану қасиеті бар екенін барлығы біле бермейді. Яғни көмір үздіксіз дамып келе жатқан тотығу реакцияларының нәтижесінде тұтануы ықтимал. Көбінесе ұсақталған, сонымен қоса дымқыл көмір өздігінен жануға бейім. Осы шілде айының басынан бастап біздің Қарағанды қаласының аумағында көмірдің жануынан 8 оқиға орын алды. Енді біз білеміз, біздің халық жылыту маусымы басталардың алдында көмір сатып ала бастайды. Ол көмірді арнайы көмір сақтайтын жерлерге сала бастайды. Бірақ біздің ұмытпайтын бір жайт, ол көмір өздігінен жану қасиеті бар. Өздігінен жану қасиеті болғандықтан бізде көмірдің жануы өте жиі кездесіп жатады, осы жылыту маусымы басталғаннан бері. Сондықтан біз бүгін өз үйлерімізді өрттен сақтайық акциясын ұйымдастырып жатырмыз. Отынның өздігінен тұтану жағдайларын болдырмау үшін оны сақтау шарттарын мүлтіксіз сақтау керек. Атап айтқанда, көмірді құрғақ сақтау орнын оны жанбайтын материалмен жауып, күн сәулесінің әсерінен қорғау. Көмір сақталатын орындардың ағаш қалдықтарымен ластануына жол бермеу. Жаңа көмірді өткен жылғы қалдықтармен бірге орналастырмаңыз. Әртүрлі сорттарды араластыруға болмайды. Көмірді жерасты коммуникациялары мен құрылыстарының үстінде сақтауға болмайды. Қоймалау ауаның көмірмен қатардың ішіне кіруін шектеу үшін біркелкі қабатпен жүргізілуі тиіс. Ұзақ мерзімді сақтау кезінде қатарлар қалыңдығы кемінде 5 см қалың саз қабығымен жабылады. Оны жазда 5-10% әк ертіндісімен шашырату керек. Төтенше жағдайлар қызметкерлерімен жадынамалар тарату кезінде Михайлов тұрғыны Любовь Михайловна көмірдің өздігінен жануы мүмкін екендігіне қатты таң қалды. Ол қысқы отынды сақтаудың барлық қауіпсіздік нормаларын ұстанатынын көрсетті. Мы соблюдаем правила. Біз көмірді сақтаудың барлық ережелерін сақтаймыз. Оған күн сәулесі түспейді, балаларға қолжетімді емес. Ескі көмірді жаңасымен араластырмаймыз. Осындай іс-шараларды өткізгеніңіз үшін рахмет. Бұл өмір үшін маңызды ақпарат. Айта кету керек, өткен жылы қала бойынша көмірдің өздігінен тұтануының 2 фактісі тіркелген, ал соңғы айда барлығы 8 жағдай орын алып отыр. Санаулы айлардан кейін жылу беру науқаны басталады. Сондықтан Қарағанды қаласының төтенше жағдайлар департаментінің мамандары қатты отынмен жанатын пештерді алдын ала тексеру қажеттігін еске салады. Пештерді жөндеу, мұражаларды тексеру және ертерек қалыпына келтіру маңызды. Осымен қоса құтқарушылар қазіргі өрт қауіпті кезең жайында да халыққа ескерту жасауда. Тұрғындар табиғат аясында орманға барған кезде өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет. Ақнұр Мырзатаева, Айша Усенбекова, Миржан Жұмамұратов, Николай Шевлев, 5-ші арна.